сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің берген ақпаратым сіздерге ұнап жатса, қоңыраушаны басып тіркеліп отырыңыздар. Мінез құлқына қарай ауруы. Ғалымдар көп адамның ауруды өздерінің мінез құлқынан, жат қылықтарынан, рухани жан дүниесінің таяздығынан, адамгершілік қасиеттерден, жұрдайлығынан да табатынын айтады. Яғни, мынандай адамдарға мына сырқаттар үйір. Бұл медициналық ғылыми басылымдар бойынша дайындалған болжамдар. Біреуден айласын асыруды ойлайтын пысақай, қу адамдарға тән аурулар: асқазан жарасы мен асқазанның қабынуы, ас қорыту жүйесінің бұзылуы, оның өзге де дерттері. Қызғаншақ, өзіне өзі сенімсіз адамдар бүйрек ауруларына ұшырайды. Қызғаншақтығына көре алмаушылық қосылса, бауыры зақымданады. Бүгінін, болашағын ойламайтындар, өткенді еске алып тамсанатындар, туған-туыс ата-анаға көмектесуді ауырсынатындарға тән сырқаттар, құяң, тағы да басқа омыртқа кеселдері. Үнемі қайғырып, аһылап, уһілеп жүретіндердің өкпесі дертке шалдығады. Зақор, ашуланшақ адамдардың бауыры ауырады. Жылауықтарға тән ауру, жүрегі қабынады. Үнемі не болса содан шошынып, үрейленіп жүретіндердің өт жолы қабынады. Қант диабетіне шалдығады. Біреудің қамын жеп үнемі шыр-пыр болып жүретіндерге тән ауру, көк бауырының зақымдануы. Тұрмыс тіршілігіне маңайындағыларға қорқып, үркіп қарайтындарға бауыр дерті үйір. Шамшыл, өркөкірек адамдар көбінесе бүйрек үсті безінің сырқатынан зардап шегеді. Өзінің көркіне, тартымдылығына сенімсіз әйелдерге, өзінің бел қуатына күмәнді еркектерге тән аурулар: сусамыр мен ұйқы безінің сырқаттануы. Сезімтал, күйгелек адамдардың өкпесі, қалқанша безі ауырады. Өт қабына тас байлану, холециститке ұшырау сараң дүние қоңыз адамдарға тән. Шексіз қатты қуану инфарктке, жүрек талмасына әкеліп соқтырады. Өкпешіл адамдарда болатын ауру лимфа түйіндерінің қабынуы. Шындықтың бетіне қара, көзілдірік киіп қарайтындарды, ақиқаттан үркетіндерді көз ауруы мазалайды. Өмірім, тұрмыс тіршілігім қалай болады, нанымды тауып жей аламын ба деп үнемі үрей құшағында жүретіндерге ауыздың улуы, тамағы мен кеңсірігінің зақымдануы жиі орын алады. Сараң адамдардың ішінде жиналған улар, залалды қосылымдар сыртқа шықпай ағзасын улайды. Мақсатсыз адамның басы жиі ауырады. Біреулердің, ата-анасының, туған-туыстарының, жолдас-жораларының, таныстарының, кез келген адамның арқасында күн көретіндердің асқазанында дәл өзіндей масыл құрттар пайда болып, ішкен-жегенін сүлікше сорып оңалтпайды. Қатыгез адамдардың ағзасында бауыр, өті жолында, бүйрегінде, басқа да жерлерінде тас пайда болады. Бас көтертпес қиыншылықтарда жүргендердің шашы ағарып кетеді. Жетім жесірлердің сүйеніші жоқ, жалғыз адамдардың өкпесі ауырып жұтқыншағы қабынады. Іші тар, сараң дүние қоңыздардың іші де қатып, зат алмасуы бұзылады. Өзіне өзінің көңілі толмайтындар жүрек, қан тамыры ауруынан зардап шегеді. Аллергияға ұшырайтындар зақор, ашуланшақ адамдар. Өкпелегіш, кешірімсіз адамдардың асқазан астының безі ауырады. Ешкімге, тіпті Құдайға да сенбейтіндердің буын-буындары ауырады. Өз-өзіне сенбейтіндердің сүйегі ауырады, тістері тез түседі. Көз тоймайтын пайда күнем, қанағатсыз адамдардың ағзасында лимфа, қан қысымы жоғарылап кеселге шалдығады. Аяғы мен буынына тұз жиналып ауыратындар, еңбектеніп, бірақ та еш нәтиже шығара алмағандар. Асқазан, ішек, үрпі безі, простата, жатыр ауруларына шалдығатын адамдар, үсті-басына қарамайтын, өз қажетіне ақша да, уақыт та қимайтындар. Біреудің айтқанын тыңдауға да, орындауға да құлқы жоқтардың шағымы құлағының ауыратындары. Басы ауыратындардың көбісі менмен, өзін өзгелерден артық санайтын, басқаның айтқанын сөз деп тыңдамайтын кісілер. Адам ағзасындағы аурудың асқынуына мынадай 3 жаман қасиет ықпал жасайды: ашкөздік, зәрлілік, надандық.